Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Эфирде Тұлға бағдарламасы және жүргізушілері Санат Әлсейіт және Шамил Рахимбелдин. Бүгін бізде қонақта университетіміздің жас түлек театрының жетекшілері Асхат Мәдиев және Тілек Нағымбаев. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Әңгімемізді жас түлек театрының бүгінгі құрамынан бастасақ. Жалпы қанша адам бар және қандай өзгерістер болып жатыр? Театрда қазір бір 25 шақты адам бар. Өзгерістер болғанда бұрынғы басшылық пен театрдың осы ойнауы, жаңағы театрдың өзінің ойнау стилі дейді ғой, басқаша осы дәстүрлі жанрда болған, қазіргі оның бәрі өзгертіліп жатыр. Сол себепті театрдың құрамындағы адамдар да өзгертіліп жатыр сонымен қоса. Басқа жанрға жақынырақ. Яғни студенттер. Енді басшылықпен бірге бағыт та өзгерді ме? Бағыт дәстүрлі бағыттан қазір біз бұрынғы драматический театрдан более музыкальный театрға қарай өзгеріп жатыр. Музыкалық және психологиялық эксперименталды театр ретінде. Әртүрлі бағытта. Театрдың жаңа қабылданған актерлардың бет алысы қандай? Биыл қанша адам қабылдадыңыздар? 10-15 адамдай қабылдадық театрға. Жаңадан көбінесе оның ішінен әншілерді қабылдап жатырмыз. Әнге деген дауыстар бар адамдарды, биге қатысы бар адамдарды қабылдап жатырмыз. Жалпы ескі құрамнан бір 30% ғана қалды десе болады. Қалғандары жастар, бірінші, екінші курс студенттер, жаңадан келген талантты, өте керемет, әдемі, сымбатты да көрікті ұл қыздарымызды іріктеп алған болатынбыз. Оның ішінде әншілері де бар, оның ішінде инструменталистер де бар. Сондықтан бізде мюзикл бағытына кішкене былай бет бұрдық. Жаңа айтып жатыр ғой, эксперименталды қойылым, жаңағы театр қойылымдар, оның ішіне енді бәрі кіреді. Ол жерде жаңағыдай нең де бар, күлкі, әзіл-сықағы да бар, ол жерде драмасы да бар, психологиясы да бар, ол жерде мюзикл да бар, бәрі. Осындай бір өзгерістер бар. Аллаға шүкір, бастамамыз жаман емес. Студенттермен көз қарасымыз бәрі тіл табысып кеттік, бәрі жақсы, керемет. Қазір таңда жұмыс істеп жатырмыз. Сол жаңалықтар осындай. Қазіргі таңда репертуарыңызда қанша спектакль бар? Асхат жауап беріп өтсін. Қазіргі таңда репертуарымызда 4 спектакльдей бар. Алдағы уақытта және де қосылатын қазір жұмыс істеп жатқан қоштасқым келмейді. Одан кейін тағы ойда әлі бір 2 спектакль бар құрайтын. Алла қаласа келесі жылдың басында осы жас түлек театрының бір концертін берсек деген ойдамыз. Концерт болғанда 4 күнге созылатын күнделікті 2 күнде 2 уақыттан берілетін спектакльдермен осы концерт қойсақ па дейміз. Және де осы біздің Абай атамыздың 175 жылдығына орай осындай бір психологический осындай бір қойылым қойсақ па деген, Абай атамыз жайлы, сол кісінің өмірі жайлы деген сияқты. Сондай жоспарлар. Соңғы іс сапарларыңыз жайлы айтып өтсеңіздер. Соңғы іс сапар жайлы айтып өтетін болсақ, Астана қаласында болдық. Қазан айында, октябрьда, қазан айында. Жақсы нәтижемен оралдық деп айтсақ болады. Осы Ілияс Жансүгіровтің 125 жылдығына орай Ілияс Жансүгіровтің өмірі жайлы осындай бір қойылым қойып, соны Астана қаласының жұртына апарып көрсетіп қайттық. Театр актерлерінің ең сәтті шығатын қойылым қай жанрда? Музыкалық жанрда, деп ойлаймын. Мюзикл. Ал кәсіби актерлармен байланыс, сабақ алу жағы қалай? Енді қазіргі менің өзім кәсіби актер болғандықтан өзімнің беріп жатқан сабағым бар. Және де болашақта біздің Бекен Римова атындағы драма театрының актерлерімен бірге мастер-класс өткізу жоспарда бар. Негізінде ол бұлай не жағынан, университет тарапынан жаңағыдай бір сұраныстар, ұсыныс тастап, например, Аян Өтепберген секілді өзіміздің бауырымыз, тағы да басқа шақыртып осындай бір ұсыныс тастауға болады негізі. Халқымызға белгілі жақсы жас актерлар ғой, қазіргі осы экрандардың
алдына экрандардың ішінен көретіндеріміз, экраннан көретіндеріміз сол ғана сол актер, сосын Кино актерлары мен театр актерларының жұлдыздарын ғой бір сөзбен айтқанда, соларды шақыртып, солармен бір мастер-класс өткізсе болады. Және сұхбат. Оны алдағы уақытта ақылдасуға болады. Бүгінгі жас түлек театры үлкен сахнаға жол аша ма? Алла қаласа, Әбден мүмкін. егер де Алматы облысындағы алғашқы бір мюзикл театрын осы жас түлек театр бастайтын болса, онда ол үлкен сапарларға жол ашады деп ойлаймыз. Өйткенше Қазақстан бойынша бірақ мюзикл театры бар, ол Астана мюзикл мемлекеттік. Осы екіншісі жас түлек театрының болашақта Жетісу, Алматы облыстық Жетісу мюзикл театры қылып өзгертсек деген ой бар. Қарағандыда бар тағы да. Үшінші болады екенбіз. Егер біз ашып жатсақ, ондай да жоспар бар. Ол жоспарымызды даже облыс әкімі қолдап отыр негізінде. Оған енді біз тараптан жақсы бір қойылым көрсетіп, жаңағы осы жас түлек театрларының ішінен жақсы іріктеп алып, сол спектаклімізді қойып, көрсетіп, бірінші біздің жұмысымыз алдағы уақытта осы Алматы облысында бір спектакль көрсетуіміз керек. Ары қарай Алла қаласа әбден мүмкін жас түлек театры, мюзикл театры болып қалыптасуы әбден мүмкін. Қазір қандай жобамен айналысып жатсыздар? Қазіргі таңда біз жаңағы Астанаға апарған Ілияс Жансүгіров спектаклін психологиялық жанрға өзгертіп көрсетіп жатырмыз. Эксперименталды түрде. Онда біздің Алматы облысында бұрын соңды қойылмаған, ондай психологиялық осы эксперименталды спектакльдер сол бізде алғашқы болып қоятын осы спектакльдер болады. Содан кейін сонымен қатар қазір қатар қоштасқым келмейдіні қатармен жасап жатырмыз. Ол да музыкалық психологиялық спектакль болады. Топтарыңызда студент жастардың бірлігі, өзара қарым-қатынасы қандай? Өзара қарым-қатынасы өте жақсы. Себебі актер болғаннан кейін бұлардың бәрінде задание біреу, сахнада бәрі бірге, осы сахнада бірге кешеді. Әр түрлі күйді, қуанышты да бәрін бірге кешкендіктен, бұларда қарапайым студенттерден қарағанда театрдың ішіндегі әлем мүлдем бөлек. Бір-біріне деген махаббат та бөлек. Әрқашан бір-біріне деген қолдауы өте үлкен. Баршаға белгілі, сіздер Браво триосының әншісіздер. Жалпы өнер мен жетекшілік арасында қандай байланыс бар? Кедергілер кездесіп жата ма? Енді ер азаматқа жету өнерде аз дейді ғой. Кедергі жоқ, тек біздің уақытымызға орай біз әнші ретінде актер жағымен де жақсы дамуымыз керек. Біз өзіміз режиссер және балалармен жұмыс істегеннен кейін біз екі жақтан да үлкен өзімізге опыт алып жатырмыз біріншіден. Екіншіден сіздерге сол опыттың бір бөлігін береміз. Алдағы ауқымды жоспарларыңызбен бөлісе отырсыздар? Ауқымды жоспар бұйырса алдағы уақытта Ақтау қаласында бір үлкен фестиваль болғалы жатыр, театральный. Семей қаласында Абайдың қара сөздерінен қойылатын фестиваль болғалы жатыр. Сол жаққа қарай дайындалып жатырмыз. Қазір осы психологиялық спектакльдерді негізі сол фестивальдарға дайындап жатырмыз. Енді Алла қаласа бір жеңіспен ораламыз деген ойдамыз. Бір жақсы бір нәтиже шығар. Осымен тұлға бағдарламасы аяқталды. Студиямызға қонақ болғандарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.